Бір күні редакцияма жаңа эмоция катать етем деп хабарласам ғой жаңағы құрбыма да. Ол құрбым бір жақсы жерде жұмыс жасады енді. Айтпай ақ қойшы қай жер екенін. Онда бәле қылып қуып кетер. Сосын ол айтты маған, ей, құрбым деді, бір 2 өзбек жіберем деді. Таңертең апарып тастаймын машинамен. Түске дейін бітіреді. Тастай алып кетем деді. Жақсы. Ана 2 өзбек ағайыным келеді деп, өзбек маған жақын ғой, жаным. Мен Шымкенттің қызымын ғой. Бізге өзбек ағайын болып кеткен, бауырым кеткенбіз. Жақсы көреміз біз, олар да біз жақсы көреді. Содан жаңа екеуіне первый, второйын бәрін алып дайындап қоймайын ба? 2 өзбек келді. Ассалаумағалейкум деді. Ассалаумағалейкум. Тамақ жеп алыңдар деп қойым. Тефальмен қайнатып қойған ғой бәрін. Сосын жоқ деді. Жоқ деді. Вообще деді. Тамақ жемейміз, бірінші іс қыламыз деді. Сосын жейміз деді. Жарайды. Содан іс қылғанда былай болды ғой. Ананы түске дейін жасап тастады. Содан кейін ананың жеген тамақтарын көрсем бар ғой, алып келген тамағының жартысын жегенде жартысын бүйтіп орап пакетке салып қойыпты ғой, жаным ау. Неге? Жүрегім ауырып, сөйтсем қанағат дейді вообще. Кеш бар ғой дейді, кешке жейміз дейді. Ойбай, жаным ау. Содан мен ауылдағы өзім өзбектердің еске түсіп жатыр ғой. Біздің ауылдың өзбектердің бәрі совет одағы кезінде бай еді, пысық еді, бақша ұстайды, бір неде 5-6 келін тұрады. Жаным ау, контент түсіріп жатыр. Поклонниктерім везде ғой. Қоя берші, олар алаңдама. Өзбектерімді айтайын. Содан жаңағы өзбектердің жігіттері бүйтіп айтатын. Кетіп бара жатқан кезде ештеңе алмайды үйінен. Пакет алмайды, тиын алмайды. Еркектің дейді, пакеті дейді, жолда, тиыны да жолда, көшеде дейді. Сөйтеді да кешке таман келе жатқанда 2 пакет тамақ алып келе жатады. Жаным, жылап жібересің оны. Қазақтың әйелдері өмір бақи жылап жібереді өзбектің еркектерін көргенде. Пысық қой негізі. Пысық қой. Үйрену керек солардан. Үйренетін затымыз көп, оларды сөгіп керек емес. Өте еңбеккер. Еңбеккер. Мен жаңа редакциямды имусымен 2 қазақтың жігітіне катать еттіретін болсам ғой, 2 күн соларға тамақ беріп, өзбекше билеп жүріп, ақша беріп жасататын. Еще темекісін әперді қосымша. Сондықтан да мен өзім жігіттерім жерге тықпаймын, оларда пысығы бар ғой. Бірақ өзбек ағайындарды сыйлаймын.